жаратылыстың басталуы 35-ші тарауда Құдай Жақыпқа бата беріп, оның атын Израиль деп өзгертті. Сонымен қатар, оның атасы Ибраим мен әкесі Исқаққа берген жерді Жақып пен оның кейінгі ұрпақтарына беремін деп уәде етті Құдай. Израиль, яғни Жақыптың 12 ұлы болды. Жақып олардың арасында тек Жүсіпке ғана әдемілеп шапан тіккізіп кигізді. Жеңі ұзын, ерекше әшекейленген киім болды. Жүсіптің ағаларына жұмыс істеуге ыңғайлы киім кигізсе, ал Жүсіпке тойға лайықты киім кигізген еді. Сондай-ақ 17 жасар жас жігіт Жүсіп ағаларының кінәларын әкесіне айтып қоятын. Сонда ағаларының Жүсіпке деген жүрек қалпы қандай болған? Мүмкін Жүсіп өзін ағаларының жек көретінін ойлаған немесе соған мән бермеген шығар. Бір күні Жүсіп түс көріп, соны ағаларына айтып берді. Менің көрген түсімді тыңдаңдаршы. Бәріміз далада егін жинап, бау байлап жүр екенбіз. Кенет менің бауым тік тұра қалды. Ал сендердің бауларың менікіне иіліп тағзым етті деді. Соны естіген ағалары қатты ашуланып, ағаларың біз, ініміз саған бас еді дейсің бе? Сен бізге патшалық құрғың келе ме деді. Жүсіп ағаларының реакциясына қарамай, өзінің көрген түсін тағы бір рет айтып берді. Маған күн мен ай, аспандағы 11 жұлдыз иіліп тағзым етті деген түс еді. Соны естіген әкесі Жақып Жүсіпке ұрсып тастады. Бірақ әкесі оның айтқанын көңіліне түйіп алды. Бір күні Жүсіптің 10 ағасы әкелерінің қойын жаюға Сихем деген жерге кетті. Сихем бұрын Жақыптың ұлдары сол жерде тұрған адамдармен ұрсысып қалған жер еді. Соны уайымдаған Жақып ұлдарының амандығын білгісі келіп, Жүсіпті ағаларына жіберді. Әйтсе де ол ағаларымен кездесе алмады. Адамдар Жүсіпке оның ағалары Сихемнен Доданға кеткенін айтты. Жүсіп бауырларының артынан жүріп, ағаларымен кездесті. Келе жатқан Жүсіпті алыстан көрген ағалары оның келуіне қуанбай бір-біріне: қараңдар, түс көргіш келе жатыр, оны өлтіріп, сусыз құдыққа лақтыра салайық. Кейін әкемізге ол жыртқышқа жем болыпты дейік бәріміз дейді. Жүсіп ағаларының жоспары туралы ештеңе білмей оларға келген кезде, ағалары оның әдемі шапанын шешіп алып, оны терең сусыз құдыққа лақтырып жіберді. Шынымен олар Жүсіпті өлтірмекші болған еді. Әйтсе де үлкен ағасы Рубен соған қарсы болды. Ал басқа бір ағасы Яхуда оны өлтіргеннен гөрі құлдыққа сатып жіберейік деген ұсыныс айтты. Сөйтіп Жүсіп 20 мысқыл күміске сатылып Мысырға әкетілді. Балалар, Жүсіп сүйікті, әрі түс көріп жүрген адам еді. Алайда әкесінің сүйіспеншілігі әділ болмаған. Ал Жүсіптің түсі әлі орындалмаған еді. Әкесінің ерекше сүйіспеншілігіне бола жек көрушілік және оның көрген түсіне бола түсінбеушілік туды. Кел кітаптағы адамдар болса да, еш қайсысы да мінсіз болуы мүмкін емес. Жақып, Жүсіп және оның ағаларына қарағанда шын сенуші ме деген ойда келеді. Біз енді бейтаныс жер Мысырда қандай жағдай болатынын кел кітаптан оқып, Жүсіп пен оның ағалары Құдайға деген сенімге қалай өсіп, олардың өзара татуласатынын көрейік.